Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Біз бүгін осындай іш көйлек тігетін боламыз, комбинашка. Бұл өте ыңғайлы, қазір жаз мезгілі болғандықтан барлық рубашка болсын, көйлек болсын, юбка болсын, барлығы да жұқа болғандықтан просвечиваться етеді. Сондықтан осындай бір көйлек болғаны дұрыс деп ойлаймын әркімде де. Сондықтан тігіп алуға кеңес беремін, каналға жазылуды ұмытпаймыз. Пайдалы болып жатса, лайк басып, комментарий жазуды да ұмытпаймыз. Міне осындай юбканың, любой юбка, любой рубашканың ішінен осылай бір көйлек киіп алып, сыртынан неше түрлі киімін киіп алуға өте ыңғайлы. Осындай юбканы да алдағы уақытта мастер-класс болады, тігілу барысын барлығын көрсететін боламын. Сондықтан каналға жазылуды ұмытпаймыз. Біз бастаймыз. Әркім өз длинасын есептейді. Менде бұл 1,25 длина 1,25 өлшеп жатырмын. Әркім өзіне керек длинаны қиып алады матадан. Енді біз осы бар матаны тегістеп 4 слой қылып, осылай 4 слой матаны бүктеп жатқызып аламыз. Міне жағыз киіп, кромкаларын қиып тастаймыз. Бізге кромка керек емес. Енді әркім өз өлшемін алады. Менде каналда қалай өлшем алу керектігін туралы мастер-класс бар. Сол видеоның описанияға ссылкасын салып кетемін. Сол жерден қарасаңыздар болады. Әркім өз өлшемін сызады. Менде қазір бірінші бізде иық өлшемі керек. Иығымыз бізде 36 сантиметр. Сол 36 сантиметрді 2-ге бөлеміз. 2-ге бөлген кезде бізде 18 сантиметр болады. Дәл сол 18 сантиметрді белгілейміз. Мен тігіске орын қалдырмаймын. Бірден сол 18 сантиметр. Ал мойын ойындысына 9 сантиметрді белгілейміз. Жанға қарай 9 сантиметр. Төменге қарай 3 сантиметр, 3,5 қисаңыздар болады. 3,5. Мен 3 сантиметрді белгілеп, осылай мойын ойындысын сызып жатырмын. Міне, енді жанағы иығымыздан 18 сантиметр белгіленген жерден 3 сантиметр төмен түсіп, иығымыздың линиясын сызып аламыз. Енді астыңғы мынау бізде үсті артқы бой, асты бізде алдыңғы бой. Проймаға бізге міне жоғарғы тұстан қалай көрсетіліп тұр, солай 20 сантиметр белгілеп жатырмын. Пройманың биіктігіне 20 сантиметр беріп жатырмын. Әркімде өзінің размері болады. Менде 20 сантиметр. Әркім өз өлшемін сызады. Енді бізде кеуде айналымыз менде 92 сантиметр болып тұр. Оны 4-ке бөлеміз. 23 сантиметр. Сол 23 сантиметрімізді белгілеп аламыз. Кеуде айналымы бізде 92 сантиметр. Соны 4-ке бөлдік. 4-ке бөлгенде 23 сантиметр болды. Сол 23 сантиметрді осылай сызып аламыз. Енді қосымша 2 сантиметр береміз. 1 сантиметрі тігіске кетеді. 1 сантиметрі кендікке. Егер мен кішкене кендеу қылып, қатты тырысып тұрмайтындай қылып тігіп жатырмын. Егер тырысып тұрғанын қаласаңыздар 1 сантиметр ғана берсеңіздер болады. 5 сектрисі 3 сантиметр береміз. Осы қосылған жерден. Сосын осы аралықты өлшеп 2-ге бөлеміз. Менде где-то 9 сантиметр. Сол 9 сантиметрді белгілеп 0,5 сантиметр ішке кіргізіп, осылай белгілеп алып, пройманың линиясын сызамыз. Міне осылай пройманың линиясы сызылды. Енді біздің асты бізде алдыңғы бой 10-11 сантиметрді белгілейміз. Менде 11 сантиметр астынан белгілейміз. Үстінен өлшеп тұрып, шетін көтеріп, осылай 11 сантиметрді астынан белгілейміз. Алдыңғы бойдың мойын ойындысы 11 сантиметрге төмен түстік. Үсті бізде артқы бой, асты алдыңғы бой тұр. Осылай бірден бір қиып тастасаңыздар болады. Сосын үстін көтер жіберіп, алдыңғы бойды осылай оя қоясыздар. Енді біз өзіміздің ДТП өлшейсіздер. ДТП қалай өлшем алу керек екенін тоже қарайсыздар. ДТС бұл, то есть бізде артқы
бойдың биіктігі, белге дейінгі. Мен где-то 39 сантиметр белгілеп тұрмын. 39 сантиметрді белгілеп, жаңағы өзіміздің 25 сантиметр, кеуде айналымы 25 сантиметр болды ғой, соны 25 сантиметрді белгілейміз. Міне жоғарғысы да 25, астыңғысы да 25 сантиметр болды. Енді бел жағынан где-то 1,5-2 сантиметрге ішке қарай кіргіземіз. Мен 1,5 сантиметр белгіледім. 1,5 сантиметр ішке кіргіздім, міне белге дейін. Енді міне белдің линиясын алдыңғы бойға да осылай шетін көтеріп түсіріп қоямыз, белгілеп. Енді бізде етек жағы менде осылай төртке бүктетіліп тұрған күйінде 40 сантиметр болды. Сол 40 сантиметрді белгілеп, жаңағы беліміздің линиясына трапеция қылып қосатын боламыз. Бізде сонда 40 сантиметр 4 слой бүктетіп тұрған күйінде. Осылай міне белдің линиясынан жаңағы белгілеген жерімізден етекке дейін трапецияны осылай нүктелерін қосып трапеция белгілейміз. Трапеция сызамыз. Сызып алдық. Енді бізде қазір иықтың линиясын осылай бірдей қылып қиып аламыз. Пройманы тоже қалай сыздық, дәл солай қиып аламыз. Менде айттым, жиын жалғанбайтын болғасын, мен 1 сантиметр тігіске бермеймін. Егер жиын салам деп, мысалы, басқаша осы выкройкамен, мысалы, көйлек құрастырып жіберем десеңіздер, мысалы, 1 сантиметр тігіске қоса қоясыздар. Мен бұл жерде жиыны болмағандықтан ешқандай да қосқан жоқпын. Осылай проймасын бірдей қылып, алдыңғы бойды да, артқы бойды да бірдей қиып аламыз. Сосын қазір кішкене біз осы линиядан тек қана артқы бойды ғана қиямыз. Артқы бой, үстіңде тұрған матаны ғана қиып аламыз. Белдің линиясына дейін. Қазір кішкене өзгешеліктер болады, сондықтан арғарай қимаймыз. Қалай жасап атырмын, дәл солай істейміз, сызамыз, қиямыз. Міне белдің линиясын оң жағынан да, сол жағынан да белгілеп қоямыз. Сосын қазір кішкене бізде пройма жағынан алдыңғы бой мен артқы бойдың разницасы болады. Сол жерді осылай белгілеп аламыз. Белдің тұстарын, барлығын. Сосын тегістеп қойып алып, қазір ширина груди бізде 34 сантиметр, оны екіге бөлгенде 17 сантиметр болады. Әркім өзінің өлшемін өлшейді. Бізде алды кішкене ойыңқы болады, сондықтан осы ширина грудимен есептейміз. Осы өзіміздің 17 сантиметрімізді белгілеп, әркім өз өлшемін есептейді. Осылай алды пройма ойыңқы болады. Қиып аламыз барлығын дұрыстап. Бұл бізде алды болғасын жерде ойыңқы. Қалай өлшем алу керек, оны жаңағы ширина груди мысалы қалай табу керек, соның барлығын қарайсыздар видеороликтен. Міне біз жаңа беліміздің тұсын белгілеп алдық. Енді мен 3 сантиметр түсемін. Выточкеге қанша сантиметр бересіз, соншалықты түсесіз. Бұл мына жаңағы қазіргі сызып атқан линиямыз алдыңғы бойдың белінің линиясы болады. Мен выточкеге 3 сантиметрлік выточке тігетін болғандықтан 3 сантиметр төмен түсіп тұрмын. Новыйдан, жаңадан алдыңғы белдің линиясын сызып жатырмын. Мына жоғарғы линия бізге уже керек емес. Енді біз астыңғы линиямен жұмыс жасайтын боламыз. Міне жаңағы насечка беріп қойдық қой жоғары жағынан, сол міне астыңғы линиямен қосамыз, үстіңгі емес. Бізде беліміздің линиясы бұл жерде міне өзгерді. Төмен түсті. Міне линиямыз түсті. Енді высота груди есептейміз. Высота груди бізде 26 сантиметр, тігіске 1 сантиметр беріп, 27 сантиметрді белгілейміз. Жоғарғы тұстан
мойын ойындысының тұсынан 27 сантиметрді белгілеп жатырмын. Менде высота груди 26 сантиметр болды. Тігіс 1 сантиметрлік тігіс бар. Сонымен 27 сантиметрді белгілейміз. Жаңағыдай айтқандай, әркім өз өлшеміне неше түрлі размерде тігіп алуға болады. Мен барлығын анық-қанық түсіріп жатырмын. Енді выточкеге мен 11 сантиметр белгілеп жатырмын. 11 сантиметр, сосын жаңағы бізде 3 сантиметр қостық қой. Сол 3 сантиметрді выточкеге жіберемін. Бір жарымнан екі жағынан белгілеп, выточканы суретін саламыз. Выточкамыз дайын болды. Енді міне белге дейін қиып аламыз. Белге дейін ғана қиямыз. Себебі қазір кішкене беліміздің алдыңғы бойы мен артқы бойдың белдің линиясын келтіретін боламыз. Міне дайын болды. Міне жаңа қазір выточка осылай тігіледі. Выточка осылай тігіліп кеткеннен кейін белдің линиясы алдыңғы бой мен артқы бойдың линиялары дәл келетін болады. Қазір барлығын анық-қанық көрсететін боламын. Міне белдің линиясын түсіреміз қазір астыңғы жағына. Міне бізде алдыңғы линия төмен түсті. Сол линияға артқы белдің линиясымен дәл қойып осылай жатқызамыз. Міне бізде мына жерде артықшылық пайда болды жоғары жағында. Ол артықшылық мына выточка осылай тігілген кезде осылай дәл келе қояды. Барлығын тегістеп, жайып, қазір етегіне дейін қиятын боламыз. Осылай тегістеп аламыз да. Осы жаңағы сызылған линиямен екі алдыңғы бойды да, артқы бойды да бірден қиямыз. Енді бізде міне алдыңғы бой мен артқы бойдың етегі түсіп кетті. Жаңағы 3 сантиметр сол разницасын беріп тұр. Қазір бұл жерді тегістейміз. Міне бірінші осы линиядан, белдің линиясынан етегіне дейін бізде 83 сантиметр болып тұр. Ал мына екінші жақ 87 сантиметр болып тұр. Трапеция болған кезде всегда екі жаны түсіп кетеді. Сондықтан жаңағы алдыңғы жақ 83 сантиметр болғандықтан мына 83 сантиметрді белгілеп, осылай етегінің түсіп кеткен жағын тегістейміз. Трапецияда всегда екі шеті түсіп кетеді төмен. Сондықтан жаңағы алдын өлшеп алдық, 83 сантиметр болды. Мына жанын есептеп 83 сантиметрді тегістеп аламыз етегін осылай. Тегістедік етегі енді. Енді выточка бізде мынау менде просвечивается ететін мата, жұқа мата ғой. Сондықтан міне осылай өткізе қоямын. Көрініп тұр себебі алдыңғы жағынан. Егер көрінбейтін болса, бордың көмегімен немесе иненің көмегімен выточканы екінші жағына түсіре қоясыз. Енді мен бірінші выточкасын тігіп аламын да, иығын барлығын оверлоктап тігіп тастаймын. Бірінші екі иығын, сосын екі жанын тігемін. Выточкасын төменге қаратып тігемін. Сосын мойын ойындысын, проймасын барлығын оверлоктап тек қайыра қоямын. Барлығын осылай оверлоктап тек қайыра қойып жатырмын. Мойын ойындысынан, мысалы, өздеріңіздің қалауларыңызша ойысаңыздар болады. Мысалы, лямкамен де жасауға болады. Менде бұл қыз орамалда болғандықтан мен лямка емес, осындай иығының қалың болғаны жақсы. Себебі іш киімнің жаңағы нелері, ленталары көрінбегені жақсы ғой.
бәрі жабылып тұрғаны жақсырақ. Сондықтан осындай қылып тігіп жатырмын. Орамалдағы қызға арналған. Мысалы лямкамен де тігуге болады. Алдағы уақытта мастер-класстар бола жатар. Бұйырса, міне дайын болды.